Санта Клаус, Дед Мороз, әрқашан олар мейірімді болды деп ойлайсың ба? Қателесесің. Ол әрқашан домалақ, сүйкімді ата болмаған. Санта Клаус расымен де Санта болған ба, бұрында да, қазір де солай болған ба? Білгілеріңіз келсе, экранға жақындап, және де тәттілеріңізді дайындап, кофелеріңізді дайындап алыңыздар. Санта сөзі қазақша киелі дегенді білдіреді, ал Клаус Николай дегенді білдіреді. Так, түсінікті. Маған түсініксіз болып жатқаны, Санта Лапландиядан, ал Николай Турциядан. Неге екенін білесіздер ме? Себебі киелі Николай нағыз Санта емес. Нағыз Санта расымен Лапландиядан және оның шын аты Йола-Пуки болған. Йола-Пуки бұл қорқынышты мифологиялық кейіпкердің мейірімді Рождество атасына айналуы туралы қызықты шежіре. Фин тілінен тікелей аударғанда бұл есім Рождество ешкісі, Рождество Йол-Пуки ешкі дегенді білдіреді. Оның тарихы бірнеше кезеңнен тұрады. Ежелгі тамыры Нотти-Пуки ерте заманда Скандинавия мен Финляндия халықтарында Йол ешкісі деген дәстүрі болған. Ол кезде адамдар тері тонды сыртына қаратып киіп, басына ешкінің мүйізін тағып, үй-үйді аралайтын. Басты айырмашылығы ол сыйлық бермейтін, керісінше сыйлық талап ететін. Егер үй иелері дәмді тамақ немесе сусын бермесе, ол үйге бақытсыздық тілеп қорқытатын болған. Христиандық ықпал және мейірімділік уақыт өте келе бұл қатал бейне әулие Николай туралы аңыздар мен араласа бастады. 19 ғасырда ол біртіндеп мейірімді бола бастады. Енді ол тамақ сұраудың орнына балаларға сыйлық әкелетін болды. Бірақ ол әлі де қызыл емес, сұр түсті тон киіп жүретін. Қазіргі бейнесі және Лапландияда бүгін біз білетін ақ сақалды қызыл костюмді бейне 20 ғасырда қалыптасты. Дегенмен Фин елінің Йола-Пуки өз ерекшеліктері бар. Ол солтүстік полюсте емес, Лапландиядағы Карватунтури тауында тұрады. Бұл таудың пішіні адамның құлағына ұқсайды. Аңыз бойынша Йола-Пуки осы құлақ арқылы әлемдегі барлық балалардың тілегін естиді.